Өздерін миллионер еткендердің 21 құпия жетістіктері. Сәлеметсіз бе? Қазіргі сіз білейін деп тұрған ақпарат сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертеді. Бұл идея мен инсайттар, стратегиялар миллиондаған адамдардың қаржылық әл-ауқатын арттыруда көмекші құрал болды. Бұлардың әрқайсысын көптеген миллионерлер өз тәжірибелерінде қолданып, үлкен жетістіктерге ие болды. Бұл принциптер мұқият зерттеуден өтіп, тиімді екені қайта-қайта дәлелденді. Сіз өз өміріңізде осыларды қолдансаңыз, сіз де үлкен жетістіктерге жетесіз. Біз адамзат өміріндегі ең керемет дәуірін сүріп жатырмыз. Қазірде де қысқа мерзімді қаржылық қиындықта да нөлден бастап байлыққа қол жеткізген адамдар біз ойлағаннан да көп көбеюде. Әлемде 10 миллионнан астам адам миллионерлер. Олардың көп бөлігі осы өмірге өз күштерімен жетті. Бұл құбылыс қарқынды дамуда. 90% адамдардың нөлден немесе құлдырап барып жеткендер. Арасында 2 рет, 3 рет еш ақшасы болмаған адамдар да бар. Бұл жетістікке жеткен адамдар сияқты сізде сондай мүмкіндік бар. Адам тағдырының ең қатал заңы себеп-салдар заңы. Өзінің қарапайымдылығына қарамастан бұл заң ең ұлы заң деуге болады. Әрбір себептің ерекше салдары болады. Әрбір әрекеттің өз нәтижесі болады. Осы заң аясында жетістік кездейсоқ болмайды. Қаржылық жетістік бұл қайта-қайта жасалған әрекеттің нәтижесі. Табиғат бейтарап күйде, сіз кімсіз, қалайсыз, біздің қоғамда оны ол ажыратпайды. Заң айтады, егер сіз басқа адамды жасағанды қайталасаңыз, сіз нәтижеге жетесіз. Осылай жасаған жетістікке жеткен адамдар. Ал жасамасаңыз, жетістікке жете алмайсыз. Егер сіз жетістікке жеткен миллионерлердің тексеруден өткен істерін оқысаңыз, сіз де аласыз, оқымасаңыз алмайсыз. Ең керекті аспект, ешкім сізден артық емес, немесе ақылды емес. Сіз ойыңыздағы менің қолымнан келмейді, жасай алмаймын дегенді ешқашан ойламаңыз. Бірақ бұл маңызды емес. Ең маңыздысы, өз бетінше жетістікке жеткен миллионерлер орта білімді қарапайым адамдар. Олар жетістікке жеткен адамдардың әрекетін қайталай отырып табысқа жеткен. Бұл таңқаларлық немесе кездейсоқ емес. Егер сізде сол адамдар сияқты әрекет жасасаңыз, сізде сол адамдар сияқты жетістікке жетесіз. Бәрі өзіңізге байланысты. Мен сол табысқа жеткен адамдардың 21 құпиясын анықтадым. Мұның әрқайсысы сіздің қаржылық тәуелсіздігіңізге қажетті деп білемін. Осы құпиялардың сізде болмауы, сіздің денсаулығыңызға, өміріңізге, қаржылай тәуелсіз болуыңызға қиындықтар келтіреді. Жақсы жаңалық, осы тәжірибелер мен принциптерді ұстана отырып қайталасаңыз, және осы әдістерді машина немесе велосипед айдауға үйреніп жатқан сияқты жасасаңыз, өз мақсатыңызға жетесіз. Енді бастайық.